Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн барыңызге. Бүгін марафонның 3-ші күні. Марафонның 3-ші күні адамдар неге результат алмайды? Неге көп курсты өтіп жатырмыз? Көп нәрсені уже білеміз, я? Осында отырған адамдардың уже мен көп білімі бар деп түсінемін да, потому что мендегі аудитория негізінде кішкене продвинутый, потому что адамдар бар әлі түп сананы білмейтін, проработка не деген білмейтін, ата-ананы қабылдау деген, я детский травма дегенді білмейтін, осы проработка арқылы өмірді өзгерту не екенін білмейтін әлі адамдар өте көп. Сіздер осыны білесіздер, яғни самопрограммирование, өмірді өзгерту, мимен жұмыс істеу, миды программалау дегенді білгеннен кейін келіп отырсыздар да, сіздер осында. Сондықтан да сіздерде уже білім бар, я уже психологтан психолог жүріп шаршаған адамсыздар да, коучтан коуч жүріп шаршаған адамсыздар, уже қанша нәрсені көріп біліп ешқандай нәтиже болмағаннан кейін ғана тағы да может кейбіреуіңізде бір үміт бар шығар, міне осы марафоннан кейін менің өмірім өзгеріп кетеді, осы курстан кейін, осы соңғы курс менің өмірім өзгеріп кетеді, мен наконец-то бақытты боламын, я, наконец-то өзімді табам, наконец-то ішкі халімді реттеймін, наконец-то жақсы табысқа шығам деген сияқты әрбіріңізде ішіңізде бір сондай үмітпен келесіздер әр курсқа, әр марафонға. Бірақ қараңыздаршы, енді барлық нәрсенің бізде басты жауы бар. Бүгін стористе бөлісіп жатқанмын сол нәрсемен. Қараңыздар, мен осыған дейін өте көп жаңағындай марафондар өткіздім, курстар өткіздім, я. Мен бұдан бір 5-6 жылдың алдын имбилдинг кәдімгідей үлкен несін алып, жылдық оқуын алып, менде кәдімгідей диплом бар, сертификат бар, имбилдингпен жұмыс істеуге, қыздардың, яғни денсаулығымен жұмыс істеуге. Содан бастап мен дамып келе жатырмын да әлі. Содан бастап әлі оқып келе жатырмын, бірақ менің ішімде үнемі менің өзімде даму үшін, өзімнің өмірімді өзгерту үшін, я, өзімде трансформация жасау үшін, я, ешқандай психологтың алдында айлап отырмау үшін, психотерапевттің алдында жылдап өткізбеу үшін мен осы білімдерге өте көп жаңағындай ақша салып келдім. Мен өзімнің негізгі кейсім деп айта аламын, потому что мен өзім ешқандай психологсыз өзім өзгерткен адаммын. Өзімнің балалық травмалармен жұмыс істеп, бастағы мышлениемен жұмыс істеп, ата-ананы қабылдап, іс-әрекеттерімді жасайтын әр ойлауымды, мышлениемді өзгерткен адаммын. Яғни неосознанно, бессознательно менде де болды алдында деген, потому что әрбіріміз дұрыс емес десем біртүрлі болатын шығар, бірақ қиын отношениеде өстік та. Ата-анаң өзі ішкі халі ужасный болып жүрген ата-ана баласына қандай не бере алады, қандай дұрыс тәрбие бере алады. Сондықтан да бізде дұрыс тәрбиелеп өскен жоқ, бізде дұрыс махаббат алып өскен жоқпыз да. И мына өмірге келіп бессознательно мен дәл мамамның жасағандарын қайталап жүрдім. Бессознательно маманың папаға жасаған әр қылықтарын, я, ұрсу, ренжіп қалу, сөйлемей қалу, наказать ету, балаларыма тоже ұрысу, наказать ету, жоқ жерден қарсы шығу, түсінбеу, өзіңнің күшті екеніңді, мықты екеніңді көрсету, ұрсу, ұру арқылы самоутверждаться ету, соның барлығын мен бессознательно жасадым. Яғни ол программаны алу деп аталады. Тіпті мен мамамның миомасына дейін жаңағындай алып алғам ғой, ауруларына дейін алып алғам ғой, чаршау, я, белдің ауруы, женский жақтың ауруы, соған дейін алып алғам. Бірақ мен бұған дейін де өте көп бөліскен болатынмын. Сол миоманы мен бір айдың ішінде, яғни өзім эффект плацебо деген нәрсе бар. Плацебо, эффект плацебо. Кез келген адам, кез келген ауруын өзінің ойы менен емдей алады, қыздар. Кез келген адам өзінің
денесіндегі кез келген ауруды өзінің басыменен, өзінің мына ойдың күші арқылы емдей алады. Мен оның дәлелімін. Мен бір айдың ішінде 7 сантиметр болған өсіп кеткен миоманы күнделікті таңертең жаңағыны жылы су ішетінмін. Как будто осы дәрі ретінде өзімнің миымды сендірдім да, миымды сендіріп, сол суды ішетінмін күнделікті таңертең. И бір айдан кейін барған кезде бір маманға бардым. Сол маман маған УЗИмен көрсетті. Мына 7 сантиметр сенде миома деген сияқты. Емделу керек, гормоналды дәрілер ішу керек, или операциямен алып тастау керек деген болатын. Бірақ мен бір айдан кейін уже келесі обследованияға барған кезде ол таңғалып іздейді да, ана миоманы, мына жағын көреді, фамилиямды қарайды, сен солсың ба? Өткен айда ғана миома тұрған еді ғой деген сияқты. Ана сама была в шоке, үлкен пенсия жасындағы орыс әйел болатын. Она говорит, это вообще чудо деп. Сондықтан айтамын сіздер, кез келген адам өзінің ішіндегі программаны, травманы, тіпті өзінің денсаулығын да емдей алады. Кез келген адам. Қазір кейбіреулер айтып жүр ғой, жаңағыдай терапия жасауға болмайды өзіңе, дене терапиясын жасауға болмайды. Оны міндетті түрде жаңағындай психотерапия, ондай техникалар да бар. Бірақ мен өзім, тағы да айтамын, өзімнің кейсімін. Мен өте отношение ужасный жағдайда, ақша жоқ жағдайда, тіпті нанға сарымай алып жағып жейтін сондай жоқ еді да, бізде жоқ. Сондай жағдайдан мен өзім шықтым. Біз шықтық. Сондықтан да мен айтам, кез келген адам өзінің өміріне жауапкершілікті алған кезде кез келген дәрежеге жете алады. Қайсыңыз болсын. Енді неге көбіңіз өте көп жаңағындай не алып жатырсыздар да, курс алдыңыздар, психологтың алдынан қаншама өттіңіздер, күшті видеолар тыңдайсыздар ютубтан, бірақ өмір өзгермей жатыр. Мен өзімде қанша білім беріп жүрсем да, мына іштегі, кеше ішкі хал дедім ғой, мен ішімде бір нәрсе жетпей тұрған сияқты болатын. Бір нәрсені бере алмай жатқан сияқты, наполненность дейді ғой, сондай болмайтын да менде. И соны мен недавно алдым. Осыдан бір жарым ай алдын родология, род тақырыбын мықты жаңағыдай Россияның өте мықты, Россияның жұлдыздарымен жұмыс істейтін өте бір мықты психолог бар. Филипп Киркоров, өте жаңағындай сондай мықты актрисалармен, мықты жаңағындай актерларменен, кәдімгі жұлдыздармен жұмыс істейтін психолог бар. Соның марафоны болды. 2 миллион теңге тұрды сол марафоны. Соны сатып алдым. И содан кейін менде родқа байланысты полностью кәдімгі айтамыз ғой, наполненность болды да. Бүкіл тесіктері жетпей тұрған бүкіл бұрыш клеткалардың барлығы менде толды. Сол кезде мен түсіндім да, қай жерден бастау керек өзгеруді. Неден бастау керек, қалай, шаг-шагымен әр нәрсені жасаған кезде ғана, қалай жасаған кезде результат алады. Не үшін адамдардың бір курста алатын, қазір айтамын сіздерге. Мен уже Қазақстандағыда мен деген миллиондық жаңағыдай психотерапевт, ақшамен жұмыс істейтіндердің барлығының курсын алдым. Аналитика ретінде не беріп жатыр екен деген сияқты. Және менің курсымда да қазір соңғы кезде өте көп жаңағыдай миллиондық жаңағылардың көмекшілері, консультацияма келіп, терапияма келіп жүр да. Сіздер ойлайсыздар ма, менің сол білімім соларға керек болып қалды деп. Менің консультациям, менің терапиям керек болып қалды ма оларға? Олар просто аналитика жасап жүрген адамдар. Не беріп жатыр екен, мынау отзывтары күшті, қарасаң адамдар радио немен кетіп жатыр. Ол мекен ақпан деген кәдімгідей мықты трансформация жасап жатыр деген слух кеткеннен кейін солар қызығып жүр да менің немен. Менде де сондай болған. Ол кәдімгі нарық дейді ғой, рынокта бір-бірімізді солай зерттейміз. Солардан көргенімде мен айта алмаймын да, қазір миллионға сатып жатқандар бар. 2 миллион, 3 миллионға сатып жатқандар бар білімдерін. Бірақ барлығы поверхностно. Біреу только травма дейді, біреу только мышление дейді, и біреу только ата-ана дейді. Бірақ на самом деле тек қана бір немен өсуге болады, әрине. Ол редко адамдарда. Кейбір адамдар болады, менің өзімде мына родпен проблема, травмалармен проблема, мышлениемен проблема, өмірлік жаңағындай іс әрекеттерімен, яғни
ата аналық сценариймен проблема, дұрыс тәрбие, дұрыс жаңағындай здоровый отношениені көріп өскен жоқпыз да. Барлығымен проблема болғаннан кейін мен жан жақтан как будто пазл жинаған сияқты сол пазлдар қазір менде толды десем болады. Бірақ та мен әлі толып қалдым, біліп қалдым демеймін, потому что толдым, мен білдім, бәрін білдім деген кезде сенің подсознаниең галочка қояды да, ары қарап сен ешқандай білімді қабылдай алмай қаласың. Сондықтан да мен білдім, тойдым, толдым, мен бәрін білем деген ол сізді өшіреді. Енді именно осыдан мен айтқым келгені, қараңыздар, шаг-шагымен қараңыздаршы. Сіздерде қазір уже біраз білім бар ғой. Өміріңізді өзгерткіңіз келсе, қазір травмадан емес, мен де ойлайтынмын, барлығы балалық шақтан басталады. 2 ай алдыңға дейін мен ойлап келдім осылай, барлығы балалық кезден басталады. Балалық кезіңді түзесең, яғни мышлениеңді өзгертсең, травмадан арылсаң, сенің өмірің кетеді, өсіп кетеді деген сияқты. Ол қате екен. Қараңыздар, барлық нәрсе, оказывается, родтан басталады екен. Потому что мен 2 күн бойы айтып келе жатырмын, род ол біз ата-анадан, ата тектен, кәдімгі ДНК уровне, ДНК-лық уровенде біз олардың бүкіл программасын өзімізге алып алады екенбіз. Ата-ананы қабылдамау, мойындамау, мақтанбау. Кім ата-анасынан ұялады, кім папасын мойындамайды, кім папасын әлсіз сезінеді, мамасының кейбір қылықтары ұнамайды. Оның барлығы сіздің қазіргі отношениеңізге, табысыңызға, ішкі халіңізге, адам тұлға болып қалыптасуыңызға әсер етеді. Сондықтан да ата-ананы ақтап алу техникасы бар ма, 2 стол техникасы бар ма, барлығын жасайсыздар, родтан бастайсыздар. Ата-ана, кімді көрдіңіз, кімді білдіңіз? Мен мысалға, менің папамның әкесі өте қатал адам болғанда, я недавно осознала, что этот папамның әкесі, яғни копия менің қазіргі күйеуім, түрі, характері, адам қорқатындығы, жаңағындай өте сондай бір беделді кісі болды да. Ол кәдімгідей сөйлеген кезде әкемдердің өзі бір сөзін жерге қалдырмайтын, сондай бір өте сондай бір түрі сұсты кісі болды. И сол кезде мен осознала, мен соны қабылдамайтынмын, мен одан қорқатынмын кішкентай кезінде, қасына баруға қорқатынмын да. И сол қорыққандықтан менде как будто ненависть болып өстім да мен ішімде. Маманың айтқандары бар, мен папам солай жасаған, неосознанно мен мамамды жақсы көргенімді мамама дәлелдеу үшін, получается, неосознанно, бессознательно мен атамды қабылдамадым, атамды жек көрдім. Сол ата тектің бәрін қабылдамау, сен өзіңе келетін энергия, поток энергияның жолына бөгет жасайсың. Өзің кәдімгідей бөгет жасап, ешқандай энергияны алмайсың, өзіңді қабылдамайсың. Яғни сен ата текті қабылдамасаң, тегіңді қабылдамасаң, сенде заземленість жоқ. Жерде 2 аяқпен нық тұра алмайсың, нық кәдімгі тұлға болып қалыптасамайсың. Сондықтан да қазір сіздерге өзгеру үшін бірінші ата текті қабылдау, родпен жұмыс істеу, ата-ананы қабылдау, одан кейін уже травмалармен жұмыс істейсіздер. Екінші шаг, травмалардың бәрін бітіргеннен кейін уже одан кейін мышлениемен жұмыс істейсіздер. Үшінші этап, мышлениемен жұмыс істеген кезде уже сізде уже результат болып бастайды. Ата-ананы қабылдаған кезде, как есть ата-ананы сепарация жасаған кезде, бөлініп шыққан кезде, мен бөлініп шықтым мамамнан, сол бір 5-6 жыл алдын миомамды емдеген кезде. Потому что даже до такой степени менің подсознанием полностью сканер етіп алған мамамды, даже тіпті ауруларны, бел ауруы, миома, бүкіл өмірлік программасы, қиналу, сезімдері барлығын сканировать етіп, мен соны неосознанно, бессознательно қайталап жүрдім. Сондықтан да бірінші өмірді өзгерту үшін бірінші родпен жұмыс істейсіздер, екінші травмамен жұмыс істейсіздер, үшінші сіздер уже родпен, травмамен жұмыс істегеннің өзінде сізде уже әлде қайда өзгеріс болады. Кәдімгідей өзгеріс болады. Отношение болса, отношение жақсарады. Потому что ата-анамызды қабылдамау, ол өзімізді қабылдамау, яғни біз өзіміздің ішіміздегі кейбір нәрсені қабылдамай тұрғанда, рұқсат бермей тұрғанда, өзіміздің ішіміздегі кейбір қасиетімізді критиковать етіп тұрғанда, жек көріп тұрған кезде, сол нәрсені біздің айналамыздағы адамдар зеркалить етеді. Яғни біздің ішімізде өзімізді жақсы көрмесек, өзімізді бағаламасақ, өзімізді құнды көрмесек, өзімізді критика жасасақ өзімізге, оны қасымыздағы адамдар бізге зеркалить етіп көрсетіп тұрады. Сондықтан да ата-ананы қабылдаған кезде уже ақырындап сіздерде өзгеріс бола бастайды. Кәдімгідей трансформация болады сіздерде. Ата-ананы қабылдайсыз, травмамен жұмыс істейсіз, одан кейін ғана уже мышлениеге өтесіз.
Ал қазір біз не істеп жүрміз? Біз мышлениені барып бір түртеміз, иә, травманы барып бір түртеміз, и одан ешқандай результат жоқ, біз шашылып қалып жатырмыз. Сондықтан да шаг-шагымен әрбір этаптары бар өзінің. Уже осылардың барлығын өткен кезде ғана уже сіздерде квантовый скачок болады. Квантовый скачок деген ол бірден өсіп кету, бірден отношениенің керемет болып кетуі, бірден табысқа шығып кету. Менде менторлықта бар, курста бар, жаңағыдай өмірі миллион таппаған адамдар миллион тауып жүрген. Миллион, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион деңгейге дейін. Тіпті менің 1,5 теңгелік марафонымның өзінен 5 миллион, 8 миллион табысқа шыққан қыздар бар да, бизнесін уже ары қарап дамытып. Сондықтан да әркімде индивидуально. Сіз ойламаңыз, менде ғана результат болмай жатыр, я какая-то не такая деген сияқты ой болмасын. Әрі біріңіз индивидуально. Біреуіңізде бір нәрсе әсер етуі мүмкін, екіншіңізге басқа болмайтын нәрсе әсер етуі мүмкін. Сондықтан өмірді өзгерту үшін осы шагтардың барлығын, яғни шаг-шагымен жасау керек. Уже 3-ші этап мышление өзгерту. Осы кезде кәдімгідей сіздің өміріңіз до и после болып өзгереді кәдімгідей. Бірақ бұл этапқа дейін де, когда сіз ата-ананы қабылдағанда, травмалардың бәрін жібергеннің өзінде уже сізде 2-3 есе табысыңыз өседі, отношениеңіз вообще жаңа деңгейге шығады да. Потому что қазір менің өмірімде болып жатқан оқиғаның барлығы, ситуацияның барлығы, ол жақсы болсын, жаман болсын, ол менің ішімде сол программа болғандықтан болып жатыр да. Бұл нәрседен сіз қашып құтыла алмайсыздар. Бұны мойындамасаңыз да, сенгіңіз келмесе де, қабылдамасаңыз да, факт есть факт. Потому что бұл кәдімгі ғылыми түрде дәлелденген, ислам шеңберінде де дәлелденген. Сондықтан да просто қабылдау керек. Енді позиция деген нәрсе бар. Қалай результат алатынын түсіндік. Бұның барлығы қазір сізде бар техникаларыңызбен өзіңізге трансформация жасауыңыз мүмкін. Егер менде травмаға техника жоқ, ата-ананы қабылдау деген техника жоқ, обидаларды жіберу деген техника жоқ десеңіз, онда мен жаңа мен курсым бар, соған келсеңіз болады. Менде уже жаңа мен курсын, мен жаңаша вообще басқа обновление жасаймын. Кәдімгідей кез келген адам нөлден бастап уже результатқа кәдімгідей шығып кететіндей. Оның доступы 1 жыл болады. 1 жылдың ішінде, яғни 2-3 айдың ішінде сізде уже нереально трансформация болып бастайды. Енді қараңыздар, көбіңіз результат ала алмай жүрсіз. Позиция деп жатырмыз. Ол қандай позиция? Позиция бар. Бала позиция, ересек позициясы. Бала позициясы, ересек позициясы. Барлық ақшаның да, барлық өзгерістің де, барлық трансформация болуының, болмауының, сіздің нәтиже алуыңыз, алмауыңыз, результатқа жетуіңіз, жетпеуіңіздің барлығы ол позицияда жатыр. Сіз бұны уже, может, естіп жауыр болған шығар құлақтарыңызға, бірақ та осы позицияда жатыр. Егер сіз бала позициясында болсаңыз, онда сізде эго көтеріліп тұрады. Мен мынаның бәрін білем, біліп қойғам, беріп жатқанның ешт бірдеңке деген сияқты. Кез келген ақпаратты қабылдайды, кез келген техниканы мен үнемі айтып отырам. Кез келген, тіпті 1000 теңгелік болсын, 990 теңгелік, тіпті 500 теңгелік арзан курс болсын, сіз алдыңыз ба, сіз ақшаңызды құртып, энергияңызды құртып, сіз сатып алдыңыз ба, сіз шәкірт позициясына түсуіңіз керек. Когда сіз мен білемін, мен білік қойғам, мен оқып қойғам дегенде, маған бұл ұнамайды, бұл техника жарамайды, маған волшебный жаңағындай палочка бер, мен түртіп қалайын да өмірімді өзгертейін деп отырсаңыз, қазір сіз бала позициясындасыз. Бала позициясы үнемі күтеді біреуден бір нәрсе. Спасательді күтіп отырады, біреу кеп құтқарып тастайды, үйтіп тастайды, бүйтіп тастайды деп. Үнемі күтуде жүреді, жауапкершілікті біреуге артады. Кез келген алады, курсты алады, бірақ қарамайды, оқымайды. Неге? Себебі ол бала позициясында. Әлі ойнап жүр. Әлі ойынға тоймаған, әлі қызығушылығы басылмаған. Кез келген баланы үлкен ойыншық магазиніне кіргізсеңіз, ол ананы да қарайды, мынаны да алғысы келеді да, бірақ не үшін екенін білмейді, просто алғысы келеді. Болды, и все. Қазір сіздер кез келген курсты алып, бірақ оқымай жүрсеңіз, қарамай жүрсеңіз, онда сіз бала позициясындасыз. Осы позициядан шығу керек. Бұл позициядан шығады адам қашан шығады? Мойындаған кезде. Мен бала позициясындамын деп мойындағанда,
мен жертва позициясындамын, иә, мен жертва позициясындамын, мен тиран позициясындамын, мен эго состояние, нәпсінің артынан кеткенмін, иә, эгом көтеріліп кеткен, мен ешкімді менсінбеймін деген әртүрлі позицияны мойындаған кезде ғана сіздер сол позициядан шыға аласыздар. Қазір сіздерге мына жерге тоже этот не жіберіледі. Бала позициясындағы өзіңіздің деңгейіңізді анықтайсыз. Осы парақшаға салынатын болады. Так, енді сіздер уже жасап жүрсіздер деп ойлаймын, иә. Кеше өте көп техникалар берілді. Бір эфирдің өзінде алдыңғы бірінші күні өте көп техникалар берілді. Родқа байланысты, өмірді өзгертуге байланысты, иә. Қай жерден бастау керек, қай жерде тоқтау керек. Егер осының барлығын жасайтын болсаңыздар, кейбіріңіз мына жазып жатырсыздар ғой, мына Асылай деген жазып жатыр. Мен жақында жекеге де шықты Асылай. Оқып отырсаңыз не жіберіп жеріңіз. Жекеге де шықты бұл қыз. 350 000 теңгеге дейді. Осы Қазақстан нарқындағы мышление, ақшаның мышлениясымен жұмыс істеп жүргеннен алып едім курс дейді. Бірақ ол жердегі ақпараттар мына жердегі ақпарат. Мен шок болдым дейді. Кеше сіздің 5 000 теңгеге беріп жатқан техникаларыңыз вообще взрыв мозга деп жатыр. 350 000 теңгеге алдым деп жаңағындай өкініп отыр да. Бірақ қараңыздаршы, мен болған арасында 3 миллион теңгеге алып та ертесіне сабақты қарамай қойған. Вообще ашпаған, бетін ашпаған сабақтар болған. Сондықтан да бұл сіздің опытыңыз. Яғни сіз осыған жету үшін әркімнің өзінің жолы бар. Өзгеруге, өмірді өзгерту кәдімгідей, 30 жыл жазылып қалған, 40 жыл жазылып қалған. 40 жыл жазылып қалған программаларды өзгерту, бір неменен, шылчықпенен өзгерту оңай болса, елдің бәрі өмірін өзгертіп кетеді. Бірақ талдан дейді, бір жапырақ үзіліп түсетін болса да, ол Алланың рұқсатымен түседі екен да. Алладан рұқсат сұрап барып түседі екен. Сондықтан да адамдар мешайт етіп жүр кішкене қазір. Қазір білмейді. Мен қасымда адамдар жүрсе, мен ойым шашырып кетеді. Сондықтан да сіздің өзгерісіңізде, өтетін жолыңызда, трансформация болу жолыңызда ол бір Аллаға байланысты, және өзіңіздің мышлениеңізге байланысты. Сіз қашан детский позициядан шығасыз, жауапкершілікті аласыз, сол кезде ғана өзгеріс болып бастайды. Сіз детский позицияда, кішкентай баланың позициясында магазинге кіріп алып, қазіргі мына Инстаграм, Ютуб деген кәдімгі үлкен магазин, үлкен базар. Кім не қызықтырып көрсетіп жатса, соны ала беретін болсаңыз, бірақ ештеңке жасамайтын болсаңыз, мен бәрін білем деген позицияда болсаңыз, қолданбайтын болсаңыз, онда сіз ешқандай результатқа шыға алмайсыз. Ешқандай результат ала алмайсыз. Мен өз опытымнан, мен 12 жылдан бері мен өзіме білім құйып келе жатқан адам ретінде айтып отырмын сіздерге. Мен қазір мыңдаған уже тренингтен өттім. Мыңдаған, может 2000-даған уже курстар, марафондар, тренингтер, кәдімгі өте көп кітаптар оның арасында, жеке трансляциялар, неше түрінен өттім да. Бірақ қараңыздар, мен 7 жыл бойы, сол 7 жыл алдын, получается, 7 жылға дейін мен жаңағыдай жауапкершілікті өзіме алмаған кезде, біреуден ожидать етіп жүрген кезде, ол кезде менде ешқандай результат болған жоқ. Енді бүгін сториста менің жеке жаңағыдай главный парақшамда, официальный парақшамда қызық тақырып бастадым. Тұлға ретінде қалыптасу, Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Сіз тұлға ретінде қалыптастыңыз ба?
Қай уақытта сезіндіңіз кәдімгі сіз толыққанды тұлға ретінде қалыптасқаныңызды? Қай уақытта? Қанша жасыңызда? 36 дейді. 36 жас дейді. В процессе дейді. Процессе дейді. Осы нәрсе бізде жаңа еврейлер балаға, барлық еврейлер, жапондар жаңағыдай балаға өте керемет тәрбие береді деп жатады ғой. Солар бала туыла сала оған тұлға ретінде қарайды екен да. Кәдімгі бала өмірге келді, ол есін білмесе де, сөйлей алмаса, әлі күле алмаса да, бала өмірге келді ма, оны тұлға ретінде қарайды екен, тұлға ретінде сыйлайды екен, жеке шекарасын кәдімгідей тұлға ретінде қабылдайды екен. Бізде осы жаңағындай тәрбие дейміз, дәстүр дейміз, тәрбие деп өте бір артық кетіп қалған жерлер бар да, осы жерде айтқым келіп отырғаны. Бізде сен кішкентайсың, сенің ештеңкеге құқың жоқ, сен кішкентайсың, өзіңнен болмау керек, сен тұлға емессің. Сен кішкентайсың ба, сен тұлға емессің. Сондай позициямен өсіреді, бізді сондай тәрбиемен өсіреді. Одан кейін адам өзін жоғалтып қояды. Адам өзін кәдімгідей жоғалтып қояды. Туған кезде бала, қараңыздаршы, 3 жасқа дейін, 7 жасқа дейін бала альфа состояние, бета состояние болады деп айттық. Ол кезде ана баланың миы енді қалыптасып жатады, яғни кішкентай баланың миы енді қалыптасып жатады. Сол кезде балаға, сен тұлғасың, сен кәдімгі өмірге келген тұлғасың, сенің өзің қалауың бар, сен не қалап тұрсың, қаламай тұрсың ба, жарайды деген сияқты отношение жасалатын болса, бала өз позициясында өзін жоғалтпай өседі. Кәдімгідей өзін жоғалтпай, өзінің ішкі мені бар, өзінің қалауы бар, өзінің қаламауы бар, өзінің ішкі стержені бар, өзінің ішкі тірегі бар, бала ретінде қалыптасады екен. Бізде не істейді? 14 жасқа, 15 жас, 20 жас, кейде 30 жасқа келсе де, ата-аналар бар, сен менің айтқанымды тыңдауың керек. Сен менің сызған сызығымен жүруің керек. Мен сені туып өсірдім, мен саған бүкіл өмірімді арнадым, енді сен менің айтқаныммен жүресің, менің сызған сызығыммен жүресің, мен қаласам жасайсың, мен қаламасам жасамайсың деген позицияда отырған аналар өте көп та. Ол аналар жертва. Сондықтан да әр позицияңызды өзіңіз анықтаңыз. Жаңа айттым ғой, бала позициясында болсаңыз, сіз оны мойындамасаңыз, сіз одан шыға алмайсыз. Сіз жертва позициясында екеніңізді мойындамасаңыз, сіз одан шыға алмайсыз. Бір 2-3 қыз бар да менде, курсқа келген, жаңа мен курсқа, бірақ отношениесі, курс басталды, бір терапия жасадық. Естеріңізде болса, мен алдыңғы курстарға кәдімгідей жеке терапия қосып жүргем. Терапия жасадық, күшті результат алады, и одан кейін тағы бір проблема келген кезде сынып қалады, тағы бір өмір болғаннан кейін, быт болғаннан кейін кез келген проблема шығып жатады да. Кейінгі проблема шыққан кезде ол кәдімгідей сынып қалады. Уже сынып өзін жоғалтып қояды да. Ана алған білімі, өмір өз қолында екені, мына техниканы алып қолданса өмірін өзгерте алатыны, оның барлығы мидан ұшып кетеді да. Жаңа қайтадан сол жаңағындай проблемаға кіріп кетеді. Еще менде бір қыз болды менторствода, почти 3 ай, бір жылдай жүрдік, почти. Күйеуім измена жасайды. Терапия жасаймыз, күшті болып өзгеріс болады. И бір айдан кейін қайтадан келеді. Мен қайтадан өзім позицияма түсіп қалдым. Қайтадан ол сөйтіп маған жаңағындай дұрыс емес отношение жасап жүр. Қайтадан бүйтіп жатыр. Сол кейін выяснили, получается. Оказывается, жаңағы қыз күйеуі жақсы отношение жасаса, еріп кетеді екен да, сынып кетеді екен. Қайтадан бала позициясына түсіп қалады да. Жаңағы ішінде мынандай нәрсе бар да, оның установка, сенім бар. Мені күйеуім сыйламай, қарамай жүрсе ғана мен самостоятельный боламын.
мен сол кезде ғана мен жаңағыдай тұлға ретінде өзімді көрсете аламын, жеке шекарамды қоя аламын, бірдеңе требовать ете аламын деген сияқты установка болды да. Сол установканы өзгертпей, жаңағы қызда менторствода почти жүрді ғой біраз уақыт. Өзгеріс болады, қайтып кетеді. Өзгеріс болады, қайтып кетеді. Сондықтан да өміріңізді өзгерту үшін бірінші ол жасау керек нәрсе проработка емес, травманы емдеу емес. Бірінші өзіңіздің позицияңызды анықтайсыз. Сіз қай жерде тұрсыз қазір? Жертва позициясындасыз ба? Бала позициясындасыз ба? Когда сіз өзіңізге қабылдағанда, мойындағанда, кәдімгіштей я деп мен мойындаймын деген кезде ғана уже сіз алға қарап жылжи аласыз. Сол кезде ғана сізде өсу болады. До этого ешқандай проработканың, ешқандай мышлениемен жұмыс істеудің ешқандай қажеті жоқ. Ешқандай қажеті жоқ. Самопрограммирование айналысудың да қажеті жоқ. Себебі детский позициядағы бала бір күн жасаса, 2 күн жасамайды. 2 күн жасаса, 3 күн ұйықтап қалады. Сондықтан да өмірлеріңіз тек сіздің қолыңызда. Сіз қазір мына жерге 5000 теңгемен келіп отырсыз, бірақ сіз қазір 5 миллионның сабағын алсаңыз да, сіз детский позициядан шықпасаңыз, сізде ешқандай да результат болмайды. Сондықтан да осы позицияны анықтаймыз. Өзімізге бүгінге қазір мен сіздерге презентация жіберемін, соған қарап өз позицияңызды анықтайсыз, қай жерде тұрсыз, не істейсіз, одан кейін арға қарап өзіңіз шешім қабылдайсыз. Қараңыздар, өмір негізінде ана бір өлең бар еді ғой, өмір қиын да емес, оңай да емес үй болу деген. Өмір де сондай, өмір қиын да емес, оңай да емес негізінде үй болу. Золотая середина дейді ғой, соны тапқан кезде. Оны қашан табамыз? Өз тұлға екен, тұлға ішіміздегі стерженді өсіргенде, тұлға болып қалыптасқанда, және жертва бала позициясынан шыққан кезде, сол кезде өз өміріңізге жауапкершілікті алған кезде, өз өміріңе жауапкершілікті ал деп біз қазір уже айтап, жаза беріп, жаңағында ести беріп, миыңызға жаңағыда не болған шығар, жауыр болған шығар. Бірақ бұл факт. Сіз жауапкершілікті алмай, сіз бала позициясынан шықпай, сізде ешқандай өзгеріс болмайды. Ешқандай. Инсайт күшті дейді. Сондықтан да позицияны анықтаймыз. И арғарап, мына кешеден берілген техниканың барлығы, қыздар, мен сізге тағы да айтқым келеді. Мына жерде өте құнды білім беріліп жатыр. Егер түсіне алған адамға, мен бұны 35 мың, 50 мыңнан сатқым келген негізінде, потому что мына жерде өте көп техника бар. Техникалар осы эфирдің өзінде кәдімгідей мен сөйлеп отырып, мықты техникаларды беріп тастадым. Да, оны просто алып сізге жасау керек. Қазір сіз 5 миллион, тіпті 50 миллионның техникасын алсаңыз да, сол бір техниканы қайтадан беруі мүмкін да сізге. Так, жертва бала позициясынан шыға алмай жатырмын. Жертва бала позициясынан шығасыз травмамен жұмыс істеген кезде. Когда бізде травма болған кезде, бір психикамызды сындырған кез болған кезде, біз үлкен взрослый позицияға шыға алмаймыз. Себебі психика жаңағында нейрондық связдар дейміз ғой, кәдімгі психика сол жерде сынып жиналып қалды. Оны ештеңкемен жазамайсыз. Оны сіз тек қана травмамен барып жұмыс істейсіз. Барасыз да сол ситуацияға барып, жаңағындай жауапкершілікті ол кезде де өзіңізге алып, мына нейрондық байланыстарды жазасыз. Сол кезде психика жібереді. Сол кезде уже сізге басқа осознание келеді. Сол кезде уже сіз взрослый позицияға шығасыз. Адам шыға алмайды взрослый позицияға, ішінде травмасы өте көп болған кезде. Или через стержен шығасыз, өзіңізді мәжбүрлеп, өзіңізді заставить етіп, жаса деген сияқты, өзіңізді жылатып, миыңызбен күресіп, кәдімгідей бычыт болып шығасыз. Или жаңа травмамен просто жұмыс істейсіз. Ол кәдімгідей біртіндеп травмалар жібереді. Ол андай нәрсе да, көп осы травмамен жұмыс істеп жүрген адамдар айтады, менде травма көп екен, мен оны өмір бақи проработка жасасам да шыға алмаймын деп. Өтірік нәрсе. Техниканы меңгеріп алған кезде, қазір курсқа келгендердің, получается, техника бересін, ана жүреді да, бір ай уақыт өтеді,
2 ай уақыт өтеді, проработка жасадың ба десе, жасаған жоқпын, уақытым болмай жатыр дейді. Қандай уақыт? Қандай уақыт? 5-ақ минутта жасалады проработка. 5-ақ минутта жасалады. Аласыз да, мысалға келе жатырсыз, енеңіз бірдеңе деп қалды, или көшеде біреу сізге айғайлап қалды, или клиент не то сөйлеп қалды, и сіз жиналып қалдыңыз, ұялып қалдыңыз, қысылып қалдыңыз. Сол сезімді аласыз да, жазып аласыз да, ары қарап миығы, түртіп аласыз да, ары қарап просто проработка жасайсыз. Қашан сезіндім, қай уақытта болды, орнына қойып тастайсыз, и травмаңыз кетті сіздің. Ал жүретті адамда мен күйеуім бүйтіп жатыр, мен күйеуім әлі үйтіп жатыр, сыйламай жатыр, кеше жақсы болып еді, бүгін бүйтіп болып жатыр деген сияқты. Бұл бала позициясы. Жауапкершіліктің барлығын күйеуге келіп қойғансыз. Күйеу ол инструмент просто. Ол сіздің өміріңіздегі просто актер. Сіз оған сценарий жазып бердіңіз. Менде ішімде мынандай программа бар. Сен осы сценарий арқылы маған осы рөлді ойнайсың маған. Сен осы рөлді ойнаған кезде мен ішімдегі мына проблеманы, мына травманы көрем. Сол кезде мен өзгерте алам. А так мен өзім травмамды таба алмай жатырмын да. Құнсыздандырып жатса, сізді пайдаланып жатса, ұрысып жатса, ішіңізде триггер етіп жатса, ол просто сізге көмекшіңіз. Просто оны жау емес, қинап жүрген бір агрессор емес, тиран емес, просто оны қабылдаңызшы. Сізге көмекші болып жүрген сіздің жеке көмекшіңіз ретінде. Сол кезде өмірлеріңіз әлдеқайда жеңілдейді. Сосын қараңыздар. Кеше жаңағында айттым ғой мен, проблеманы ойламаңыз деп, проблеманы фокусты алыңыз. И көпіңіз жазыпсыздар да жаңағындай, проблеманы ойламайын десем де ойлап жатырмын деп. Ойламайын десем де ойлап. Ол саналы адам ретінде болады да, ол жаңағыдай ойлама дейді, қалай ойламай кетем деген, ми жеңіп кетіп жатыр сізде. Кәдімгідей ми сізді басқарып кетіп жатыр. Бізді өзіміз емес, іштегі рух емес, біздің кәдімгі ішіміздегі мен емес, бізді ми басқарады, бізді тән басқарады, бізді эмоцияларымыз басқарып кетеді. Сол кезде уже өмірімізге контрольді жоғалтып аламыз. Біз өзіміз ішіміздегі нағыз мен ойды басқарғанда, эмоцияны басқарғанда, тәнді басқарған кезде өміріміз нереально өзгеретін еді. Кәдімгідей нереально өзгеретін еді. Сондықтан да ақырындап оны қолға аласыздар. Ол бірден мен миды басқарып кетем, бірден мен эмоциямды басқарып кетем деген болмайды. Мен өзім өте эмоциональный адам. Мен ашулансам, мен ренжісем, сразу өкілеймін, бетіме шығарып тұрады, қызыл боп, кәдімгідей жаман болып кетем. Бірақ басқаруға болады бүкіл нәрсені. Так, жақсы, бір апта жүремін да, ертесі сынып қаламын дейді. Ертесі сынып қалсаңыз, сол сынып қалып жатқан қандай ситуация, не сындырып тұр, соған фокус қоясыз. Не сындырып тұр қазір мен, мен жақсы келе жаттым, күйеуіңе тамағың дәмді емес десе, уже сіз сынып қалуыңыз мүмкін да. Болмайтын нәрсеге сынып қалуыңыз мүмкін да. Неге? Себебі іштегі травма өте көп әлі. Сіз әлі травманы проработка жасаған жоқсыз, значит. Кейбір қыздар бар, менде бір қыз болды. Қателеспесем, бірінші потокқа келді маған. Енесімен отношение ужасно. Енесі агрессор, күйеуі нормально, табысы жақсы вроде, жеке садиктері бар. И анау қыз айтады да жаңағындай, енеммен үнемі нете береміз, жаңағындай, ұрса береміз, қырыла береміз, и терапия өтеміз. И мен айтам, барлық жауапкершілік сіздің ішіңізде. Жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз. Жаңағындай түсіндірем, терапия кезінде актер ол, сіздің неңізді ойнап жатыр. Содан кейін конкретный сопротивление болып жатыр да, өмірінің өзгертуіне. Енесімен одан бетер ұрысып кетеді. Енесіне терапия жасайық, енесін тоқтатқан кезде, енесі уже нормальный отношение жасай берген кезде қыз ауырып қалады ғой. Представляете, қыз ауырып қалады. До такой степени мидың қарсылығы өмірін өзгертуге деген. Сондықтан да мен кеше айтып жатырмын ғой, именно трансформация кезінде сіздерде түрлі нәрсе болу мүмкін. Сіз мен қабылдаймын деген кезде Алла сізге көмек береді. И Алладан сұрау керек та, маған жеңіл трансформация берші. Маған өте жеңіл, мен қиналмайтындай, мен анда-мында лақтырмайтындай жеңіл трансформация берші деп. Барлығы өз қолдарыңызда.
барлық нәрсені өзгерте аласыз. Сіз қазір қандай состояниеде отырсаңыз да барлығын өзгерте аласыз. Сізде инструмент бар, кәдімгідей мына ескі программаның барлығын тастап жаңа өмірге өту керек. Сол біз ана ескі программаны тастайым деп әрекет жасап жатқан кезде, жаңа өмірге өтетін кезде мидың қарсылығы соншалықты күшті болады, сені балаң да ұртып қояды, сенде быт-шыт болып кетеді, сен қаралға кіріп кетесің. Мүмкін ол не обязательно ол сені келесінде трансформацияға өмірің быт-шыт болып кетеді деген нәрсе емес. Кейбіреулерінде кәдімгі ми өте қарсылық болып жатқан, ми қарсы болып жатқан адамдарда болады бұл. Бала сауырып қалады, тағы бір нәрсе, чтобы сен өзгермеу үшін, чтобы сен мына инструментті алып қолданбау үшін, ми үшін кәдімгі мынандай нәрсе сен қазір мынаны алып өмірімді өзгертем десең, ми неизвестностьтан қорқады. Сондықтан да ана жақ опасно, сен өліп қаласың дейді. Ана ми сенің сол жаққа бармауың үшін неше түрлі нәрсені ойлап жаңағындай өміріңе әкеп тастайды. Сондықтан да мимен договор жасау керек. Тағы бір техника қыздар мына жерде, мимен договор жасау керек. Кәдімгідей отырасыз да өзіңіз. Біз айттық қой жаңағындай. Негізінде ғылыми түрде бұл жағын мен исламнан әлі нақтылаған жоқпын, бірақ ғылыми түрде бізде 7 тело бар деп айтылады. 7 тело бар деп айтылады. Кәдімгідей ол мына Канада, Англия барлық жақтың білімдері ол бүйтіп келіп жатқан. Олар бізден 100 жыл алға жылжып кеткен негізінде. 100 жыл алға жылжып кеткен. Біз 100 жыл дамымай артта қалып қалғанбыз да. Кейбір киноларын қарасаңыздар болар ғой, Англияның. Бір 80-ші, 90-ші жылдағы уже оларда унитаз болған. Уже жаңағындай не жуатын нелер болғанда кәдімгідей. Бізде ол кезде даже жаңағындай дұрыс ремонт жоқ, дұрыс жол жоқ, дұрыс ештеңке жоқ еді ол кезде. Соған қарап білсеңіздер де болады. Фильмдерін қараңыздаршы, просто ескі шетелдің. Сол кезде кәдімгідей разницаны көретін боласыздар. Бізде 7 тело бар деп айтады. Тонкий телолар, энергетический. Біздің ең өтірік теломыз ол біздің физический теломыз екен. Қалған телоның барлығы кәдімгі шындық, бірақ оны біз көрмейміз, мойындамаймыз, сезінбейміз. Из-за этого біз оны жаңағындай мойындамаймыз и олармен жұмыс істемейміз. Сондықтан да сіздің ішіңізде, бірақ исламда дәлелденген рух бар адамның ішінде. Барлық адамның ішінде рух бар. Сонымен отырасыз да, кәдімгі өзіңізбен өзіңіз сөйлесесіз. Өзіңізбен өзіңіз сөйлесесіз. Кәдімгідей кеше айттым ғой, наблюдатель бол деп. Наблюдатель боласыз, жоғарыдан шығып қарайсыз, қандай проблема болып жатыр, Мына ол мекен қай жерден қателесейін деп тұр. И сөйтесіз да, сіз отырасыз да өзіңізбен сөйлесесіз. Қазір 1 минут қыздар. Ерасы, есік жауа қойшы балам. Есік жауа қойшы. Отырасыз да өзіңізбен сөйлесесіз. Бірінші наблюдатель болып қарап аласыздар. Қараңыздар, бұл жерде өте мощный техника беріліп жатыр қыздар. Мынау кәдімгі сіздің өміріңізді трансформация жасайтын техникалар. Тұрасыз да өзіңіздің сыртыңыздан қарайсыз, бақылайсыз. Өзіңіздің как будто ол мекен емес, ол мекен как будто выше что-то, үлкен, одан жоғары бір нәрсе ретінде өзіңіздің өміріңізге қарайсыз. Сол кезде түсінесіз, ол мекен не үшін қиналып жүр, мысалға. Анау деп, күйеуі бүйтіп жатыр деп, жаңағыдай қарызым бар деп қиналып жатыр, отношение дұрыс болмай жатыр, енесімен отношение дұрыс болмай жатыр деп қиналып жатыр. И қайтадан түсесіз да өзіңізбен өзіңіз отырып сөйлесесіздер. Ол мекен, сен мына жерде мынандай деп ойлап жатырсың. Екі адамға кәдімгідей екі адам болып сөйлесесіз ғой. Менде мынандай проблема. Қалай шешсем болады? Мынандай былай. Или Құдаймен сөйлесу, Алламен сөйлесу, кәдімгідей отырып алып өзіңіздің подружкаңызға айтасыз ғой, сырыңызды. Дәл солай айтып сөйлессеңіздер де болады. Сол кезде уже айтып отырыпсыз, Құдайға айтып отырып инсайт келеді. Және Құдайға, адамға емес Құдайға айтқан кезде ол сізге жаңағындай решениесін беріп отырады, түсіңізде беріп отырады. Жаңағындай или кәдімгі біреудің тіліменен айтқызады да. Негізінде өмір жеңіл сүре білген адамға. Өмір өте жеңіл. Мына жить на жеңіл өмір сүру деп айтады ғой. Бәрін жібергенде, бәрін Аллаға тапсырған кезде, Алла, мына өмірімді мен саған тапсырамын. Бұған дейін сенің роліңді алып көппін, өзім проблемамды шешем деп ана жаққа ұрылыппын, мына жаққа ұрылыппын. Мен өмірімді саған тапсырамын деген кезде просто әйелдің негізгі өмірге келгендегі несі жасау керегі ол жеңіл өмір сүру.
депрессиясыз, стрессіз, жеңіл өмір сүру. Біз не істейміз? Контрольға алғымыз келеді. Когда біз біреудің өмірін, өзімізді контрольға ала бастаған кезде, біз өшеміз да сол кезде. Бізде быт-шыт болады өміріміз. Біреуді контролировать етем дегенде, күйеуімді көмектесіп қоям, күйеуімді дұрыс жолға сап қоям, жаңағындай ақша тауып қоям, үйтіп қоям, бүйтіп қоям деген кезде сіздің өміріңіз тозаққа айналады. Реально. Потому что бұның барлығын мен өткенмін, әр этапынан өткенмін. Өзіңді жоғалтып қоясың, сен біреудің өмірін контролировать етіп жатқанда, өзің меніңді жоғалтасың, өзіңе деген махаббатты жоғалтасың, өзіңнің не қалайтыныңды, не қаламайтыныңды ұмытып кетесің да. Сондықтан да не істейміз бұл марафоннан кейін? Өзімізге қайтамыз. Сіз Құдай емессіз, біреудің өміріне контроль ала алмайсыз. Сіз жұмыс істей аласыз, сіз өзгерте аласыз, тек өзіңіздің ішіңіздегі программаны ғана. Ішіңіздегі программаны, өзіңіздің іс-әрекетіңізді ғана өзгерте аласыз. Өзіңіздің қабылдауыңызды ғана өзгерте аласыз. Сол кезде ғана сізде трансформация, реальностьта басталады да. Айналаңызда трансформация басталады. Оған дейін мен анамен күресіп қоям, ананы өзгертіп қоям деген болмайды ол. Ол невозможно нәрсе. Сіз просто энергияңызды, өзіңіз ана дуалға да ұрып, тасқа да ұрып, тауға да ұрып, өзіңіздің энергияңызды шашып, быт-шыт халге алып келіп жатырсыз. Просто жіберіңіз ситуацияны. И налегке жейді. Просто жіберіп қою и жеңіл қараңызшы. Қатты ауыр емес өмірге. Астына, проблеманың астына кіріп кетпеңізші. Проблеманың үстіне шығыңыз. Мынау проблема болып жатыр екен. Менде мынау маған мынандай отношение жасап жатыр екен. Аллаға тапсырам. Алла маған көмек бер деді. И мынау адам, мысалға, сен жамансың, сен төменсің, сен тағы бір нәрсе деп тұрса, значит, сіз солай ойлап тұрсыз өзіңіздің ішіңізден. Егер ақша келмей қалады, ақшасыз қалып кетем, аштан қалып кетем десеңіз, ол сіздің травмаңыз. Яғни ақшасыз қалып кетем деген травма. Значит, сізде когда-то болды да сондай травма. Эмоцияңызды басқара алмайтын бір жағдайлар болады ғой. Кеше қыздар айтып жатыр да, мен енемді көрген кезде бір қыздар айтып жатырсыз ғой, ойлама деп. Бірақ мен енем біздің үйге келетін кезде мен уже ашулана бастаймын дейді. Эмоциямды басқара алмай, аз келеді, ана бүйтеді деп айтып жатыр да. И мен айтамын, жаңа сұрақ қоямын. Кім бұл сценарийді құрап жатқан? Қазір сен айтып тұрсың, енең келген жоқ. Получается, енесі бір аптадан келеді екен, ана қыз эмоцияда да быт-шыт болып жатыр. Ертең енем келеді да, маған үйтеді, маған бүйтеді, маған. Кім айтып жатыр деймін да бұны? Кім айтып жатыр? Айтады, ол постоянно сөйтеді ғой. Оған дейін кім айтты? Постоянно үйтпегенге дейін, получается, бұл программа сенің ішіңде ғой. Сөйтіп отырады да ана қыз. Менің әжем сөйтетін еді. Біздің үйге келетін кезде мамам үйтіп жаңағыдай. Значит, сен кімнің халін алып алдың? Мамамның дейді. Мамасының халін алып алған, мамасының энергиясын алып алған, и сөйтеді да қазіргі өмірінде тура мамасының сценариймен өмір сүріп келе жатыр да. Түсіндіңіздер ма? Қалай проблеманы қалай шешеміз, түсінікті болып жатыр ма? Эмоция болсын, программа болсын, проблема болсын. Просто негізінде қазір жаңағы Англияның бір өте мықты әйел несі бар, психологы бар. И ол айтады да, ешкімге негізінде психолог керек жоқ дейді да. Өзін түсінген адам. Өзіңе сұрақ қойып отырсаң дейді, барлық жауап сенің үшін. Не на самом деле это так. Сізге ешқандай курстың да керегі жоқ. Ешқандай психотерапевт, психологтың да керегі жоқ. Просто дұрыс сұрақ қоя білу. Қашан сезіндім? Қайдан келе жатқан программа? Қайдан алдым? Қашан көрдім? Егер сіздің қазір өміріңізде бір проблема болып жатса, бизнесте банкрот болып жатсаңыз, значит, сіз сондай банкротствоны біреуден көрдіңіз, естідіңіз, или әке-шешеңіздің басынан өтті деген сөз да. Соны барып просто проработка жасайсыз да, и мына ситуация сізді жібереді. Яғни сіз ішіңізден дірілдеп, ана вибрациямен, яғни біздің әр сөзіміздің ішінде, әр эмоцияның ішінде вибрация бар. Кәдімгі вибрация. Сол вибрация, яғни сіз жаңа қыз сияқты келмей жатып бір аптадан кейін келетін енесін уже сондай дәл алдыңғыдай жаңағыдай ұрсуға, критиковать ету, күйеуімен арасына түсіп ұрыстыруға, ол ішіндегі вибрация арқылы тартып тұр да, қайтадан дір етіп, ана эмоция арқылы. Түсініп тұрсыздар ма? Сол кезде ана тартып отырғаннан кейін ол міндетті түрде бір аптадан кейін келеді да, ана қыздың басындағы сценарий бойынша енесі рөл ойнап береді.
Неге? Потому что бұл қыз сол сценарийді кімнен алып алды? Мамасынан алып алды. А когда сен мамадан сепарация жасаған кезде сенде ондай ешқандай дірілдеп қалтырататын эмоциялар болмайды да. Сондықтан да өмірді өзгертудің шақ-шағы бар. Осы эфирді қазір қосылып жатқан қыздар, осы эфирді басынан қарайсыздар. Шақ-шағымен бары берілді. Соны жасайсыздар да өмірлеріңіз нереально өзгеретін болады. Мен сіздерге гарантия беремін. Менде де дәл солай дейді, ата-анамның өмірін қайталап жатырмын дейді. Бұны түсінгеннің өзі кәдімгідей жетістік та. Бұны түсінгеннің өзі кәдімгідей уже 50% решение. Адамдар бар түсінбейтін, мойындамайтын. Маған жаңа айттым ғой, бір қыз келді да, содан кейін вообще көрілген жоқ ол қыз. Мен енеммен проблема деп келді да, бір терапия өткіздік, одан кейін қашып кетті ол қыз. Мен балам ауырып жатыр деп. И жаңағыдай, наверное, уже ойлап жүр, мынаның курсына келіп едім, өмірім быт-шыт болып кетті деп. Ол кәдімгі сіздегі трансформация, кез келген трансформацияны қабылдай алу керек та. Бізге кішкентай проблема келсе, яғни қазір жаңа қыз, сіздің басыңызда болып жатқан жоқ проблема ғой. Бір қыздың басында просто шеттен қарап көріңізші жаңа қыздың состояниесіне. Енем келеді деп эмоциямен дірілдеп, қалтырап, тревога, балдарымен ұрсып, күйеуімен ұрсып жүр да. Бір аптадан кейін келетін енесіне. Түсініп тұрсыздар ма? Как-то бір пустяк нәрсе ғой біз үшін, сырттан қараған біз үшін пустяк нәрсе. Ал ол үшін үлкен проблема. Кәдімгідей өмірін өзгертетін, быт-шытын шығаратын кәдімгі үлкен проблема. Дәл сізде наблюдатель болған кезде, өз өміріңізге дәл осылай қарайсыздар. Сіз төбеге көтерілесіз, үлкен адам боласыз. Сол кезде ғана өзіңіздің өміріңізге бақылауды ала аласыз да, өз өміріңізді бақылай аласыз. Мен түсінем, техниканы жасап бастайын, ары қарай ойым бөлініп қалып кетеді, қайта бастаймын, қайта солай дейді. Ойыңыз бөлініп қалып кетсе, ол сізді қазір ойыңыз басқарып тұр деген сөз. Ойды сіз басқарасыз. Жаман ойлар келе береді. Жаман ойлар келе береді. Қыздар, бірінші эфирде денеден негативті шығару, денеден установканы шығару деген жаңағындай мықты техника берілді. Соны жасайсыздар. Біз ойлаймыз, бізде только мына жерде жоқ. Бізде основной блоктар телода қалады, денеде қалады. Сол дене техникасын жасайсыздар. Егер кәдімгідей, кстати, менде 15-іне, декабрьдің 15-іне армандар орындалады. Былтыр 1500 теңгемен сатқан, жаңағындай кішігірім жасап мен сатқанмын былтыр. Енді биыл жаңартылған армандар орындалады деген күшті техникалар болады. Кәдімгі бір жылға армандар жазамыз, орындалатындай. Сол жерде мен дене терапиясын берем. Кәдімгідей дене түрде, жаңағыдай мына жерде телодан шығару ғой негативті установкаларды. Ал ол жерде мен беремін дене терапиясын. Кәдімгідей сіздер дене арқылы, денеден кәдімгідей техникалар бар өзінің жасайтын. Сол техниканы жасау арқылы денеден негативті установкалар, блоктар, трап, ол кезде нереально блоктар шығады, кәдімгідей эмоциямен ужасно шығады. Ол техниканы қазір мен білемін, сатып жүрген, сол бір терапияны 150 000 теңгеге сатып жүрген психологтарды білемін да. Сол жаңағындай терапияны мен сол армандар орындаладыға бонусқа беретін боламын. Егер қатысам десеңіздер, келсеңіздер болады, сол жерде бонус қаласыздар. Егер жоқ, қатыспаймын десеңіздер, мен бірінші эфирде бердім техника. Негативті установкаларды тәннен шығару. Ол визуально шығады. Енді ол жерде техникалар кәдімгідей жаттығулар жасалмайды, ол визуально шығады. Бірақ соның өзінде кәдімгідей результат болады сіздерде. Өздеріңіз жасап көрген болсаңыздар, оны мен жасап көрдім. Значит, қазір ешкім жазбай отыр, ешкім жасап көрген жоқ. Соны жасайсыздар бар. Негативті установкалар. Жаңа жаман ой келіп жатса, значит, сізде телаңызда толып қалған жаман ой, негативті мышление, соны ақырындап шығара бастайсыздар. Уже бір апта, 2 аптадан кейін уже сіз байқайсыздар өзіңіздің ойыңызды басқарып жатқаныңызды, тәніңізді басқарып жатқаныңызды, өзіңізді жеңіл сезіп, уже жаман ойлар келмей жатқанын сіздер уже байқайтын боласыздар. Тек жасау керек, амал жасау керек, тек практиканы жасау керек. Мына естіп қана қою, біліп қана қою, бірақ ештеңкені жасамау ешқашан сіздің өміріңізді өзгертпейді. Просто аласыз, жасайсыз техниканы и өзгертесіз өміріңізді. Так, менде уақыт азғантай ғана қалды. Так, осы техникалардың бәрін жасаңыздар. Мен настройкалар
кеше мен сторисқа салғам, бірақ неге қоймаппын да. Соны бүгін техника настройкалардың барлығын берем, барлығын жасаңыздар, и өміріңізді өзгертесіз. Так, мен бастап жасаймын, визуализация, жаман ойлар келіп қалады, стоп деймін да, қайта бастаймын дейді. Ойды басқара алмай тұрсыз. Ойды басқара алмайды. Жаман ой келіп қалса, оны басқаратын сіз да, ол сіздің ойларыңыз. Бірақ ой сізді басқарып кетіп жатыр да. Сіз ойды басқаруыңыз керек. Жаман ой келіп қалса, жоқ, мен бұны ойлағым келмейді. Былай болғанын қалаймын. Жаман ойлар келеді, ол программа болғаннан кейін келіп қалып тұр сізге. Мысалға, мен күйеуім жаңағыдай сыйлықтар беріп жатыр дегенде, ой, қайдан ол ешқашан бермейді ғой деген ой келетін болса, ол просто программа сізде. А как я хочу деп сол кезде өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қалай болғанын қалаймын, идеально. Қандай болғанда мен күшті бақытты сезінемін. Сол кезде сізге ой келеді. Сол кезде миыңыз, сол кезде ішкідегі түпсана, жан, душа дейді ғой, рух жауап береді. Сол кезде ары қарап сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Так, қыздар еке, менде уақыт бітіп жатыр. Бүгінге мен сіздермен қоштасамын. 3 күн марафон болды. Мүмкін болып жатса мен шығып қалармын осы 21 күннің ішінде тағы да марафонға. Бірақ берілу керек техникалардың барлығы сіздерге берілді. Берілу керек настройканың барлығы сіздерге берілді. Осы эфирлерді қайта-қайта қарасаңыздар да. Қараңыз, марафон 31-не дейін тұрады. Жаңа жылға дейін тұрады. Жаңа жылға дейін сіздерде доступ болады. Жаңа жылға дейін қайта қарасаңыздар, инсайт, осознание келе береді. Қайта қараған кезде, сол кезде уже сіз өзіңізді, өміріңізді өзгертіп бастайсыз. Бұл жерде кәдімгі өте миллионның құндылығына бағаланатын білім берілді. Соны просто алып жасайсыздар. Түсіндім, рахмет дейді. Жақсы, рахмет қыздар. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздаршы. А то мен директке жазғанда мен таппай қалып жатырмын сіздерді. Комментарийға жазсаңыздар, мен осылай, может быть, актуальный тема болатын болса, барлығыңызға осылай эфирға шығып, может, жауап беріп кетемін. Жақсы ма? Жақсы, онда сау болыңыздар. Практиканы жасаймыз, просто жасаймыз. Жауапкершілікті өз өмірімізге аламыз. Өмірді өзгерту тек өзіңіздің қолыңызда, және өзгерте аласыздар. Қолдарыңыздан келеді.